Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Менің атым Қайрат Медиев. Мен 1987 жылы әскерге шақырып, Совет әскерінің құрамында Ауғанстандағы азаматтық соғыста болдым. Мен Кундуз провинциясында 149-шы мотострелковый полкта служить еттім. Бірақ 3-ші батальон 7-8 рота Бағланда тұрды. Біз 7-ші рота Южный Бағланда тұрдық. 8-ші рота Северный Бағланда тұрды. Сол басында мен Сахарный заводта болдым, бірінші точкада Южный Бағланда, сосын 7-ші улицада болдым, ол 4-ші точка. Біздің жаңағы тұрған жеріміз Зеленка, орман, сол орманның ішінде жаңағы жол өтеді. Сол жолдың бойына 7 точка застава қойып тастаған. Әрқайсында 20 баладан шамамен осылай 7-ші рота сол жолды күзетуден болдық. Жолды күзетеміз, жолдан өткен машиналарға, колонналарға қауіпсіздік көрсетеміз. Біздің басты мақсатымыз сол: ауған халқына көмектесу және өзіміздің колонналарды өткізу. Енді әскерден Ауғанстаннан келген кезде ең бір қиын қоятын сұрақ бізге ол қанша душман өлтірдің дейді барлығы сұрайтындар. Ал енді қазірге қоятын сұрақ не үшін соғыстыңдар дейді. Біз өзіміз қару жинап, бір жерден барып автомат сатып алып, біздегілер Сирияға кетіп қалып жатты ғой, осы бір кезде өз-өздерімен соғысуға Сирияға кетіп жатты ғой. Сол сияқты бізде де өз-өзімізге кетіп қалған жоқпыз ғой Ауғанстанға барып, бір соғысып келейік, кішкене ішіп кетті дегендей. Или ерігіп әскерге шақырды, военкомат арқылы, қайда барасын айтқан жоқ. Әскерге шақырды, ол кезде ешкім ештеңе айтпайды, қайда баратыныңды. Самолетке мінгізе ме, пойызға мінгізе ме, жібереді, барып, келген кезде, мына жерге келіппін ғой дейсің. Германияға түсіппін ғой, мына жер Венгрия екен ғой, мынау Москва екен ғой, мынау Дальний Восток екен ғой, мынау Вьетнам екен ғой деген сияқты келген кезде бірақ түсінесің көп жерге. Сол сияқты Ауғанстанға бізді учебкаға термезге алып келді. Сол жерде айтты, сендер учебка өтесіңдер, осы жерде 5 ай дайындық өтесіңдер, әрі қарай Ауғанстанға кетесіңдер, көмекке деді. Ауған халқына көмекке барасыңдар. Ол жақта соғыс болып жатыр, азаматтық соғыс. Ауған жаңағы мемлекетіне көмекке барасыңдар деді. Халықты қорғауға, боевиктардан. Боевик деген оларда жаңағы оппозиция, вооруженный оппозиция. Біздің мынау бізде деппін ғой, мынау дамыған мемлекеттерде оппозиция столға отырып сөйлесетін болса бірін-бірімен, олар автоматпен сөйлеседі, оппозиция. Қолдарына қару алып, қарумен сөйлеседі. Енді жаңағы тағы сол сұраққа не үшін соғыстыңдар дегенде, біздің әр өзі уақыттың бір саяси жаңағындай несі болады. Саяси жағы. Не үшін соғысты, не үшін ол жаққа әскерді жіберді Совет үкіметі, неге ол Ауғанстанға әскер жіберу керек болды. Ол саяси бір жағдайлар, ал біз солдат не айта аламыз оған? Мен не әскерге Ауғанстанға барасың дегенде мен тұра тұр, қазір Брежневтен барып сұрап келейін, неге жіберіп жатсың деп, неге жібересің деп айтуым керек пе еді? Сонша бір ақылды болсаңдар, сендердің сол кезде неге айтпадыңдар? Мына әскерді жіберіп жатыр Ауғанстанға. Неге кетіп жатыр деп, неге барып Брежневке барып айтпадыңдар? Неге сендердің әке-шешелерің барып айтпады? Біз солдатпыз 18-дегі, түк білмейтін, не орысша сөйлей алмаймыз, не дұрыс хат жаза алмаймыз, тем более әскерде жүрміз, бізді ешкім тыңдамайды. Ал сендердің әке-шешелерің ол кезде мүмкін үлкен кісі болған шығар, бір жерде қызметте отырғандарың бар араларыңда, неге барып ана Мәскеуге барып, Кремльге барып неге айтпады? Шығарыңдар әскерді ана жақтан, бостан босқа соғыспай деп. Сөзбен айту бері оңай. Енді сол кезде мен Ауғанстанда жүрген кезде бізде радиоприемник болатын, маяк деген. Соны түнде қосқан кезде Голос Америки сөйлейді. Голос Американы тыңдап отырсам, жаңағы неше түрлі Совет Союзы жамандайды жаңағы американецтер. Кей кезде шегін қатып тұрып күлесің, енді неше түрлі күлкілі әңгімелер айтады. Соның ішінде арасында енді шындығы да бар, бірақ өтіріктерге қосып айтатындар бар. Жаңағы күлге шегін қатып күлетінің. Соның ішінде жаңағы Ауғанстандағы соғысты айтады. Совет үкіметі Ауғанстан жерінде жай қарапайым халықты қырып жатыр. Бәленбай миллион адамды қырып тастаған. Бәленбай адам босқын болып қашып кеткен. Сосын тағы мен естігенім, біздің пленға түсетін солдаттарды журналистерге сатады екен. Шетелдің журналистерін сатады екен. Америкадан келген, Европадан келген журналистерге сатады екен. $100 мың, $150 мың сатады екен. Не үшін сатады? Оларды ұрып, жаңағы айтқыздырады. Мен осындай бәленбай, осындай полкта служить етіп жүрмін, қазір өзім қашып кеттім мынау боевиктарға. Өйткені Совет әскері қышлақтарға шабуыл жасап, бүкіл халықты қырып жатыр,
бәленбай жаңағындай балаларды, әйел адамдарды, үлкен адамдарды қырып өлтіріп жатыр деп сондай өтірік ақпарат айтқыздырып, анау видеокамераға түсіріп алады екен да, Америка, Европаға барып соны көрсетеді екен. Міне, солдат өзі айтып жатыр деп. Ал Совет үкіметі Америка, Европаны жамандайды. Бүкіл газетті оқысаң, Америка, Европа деген жаман. Бірін-бірімен соғысқа дайындалып жатыр. Ертең соғыс басталып кетуі мүмкін Америкамен деген сияқты осындай бір ақпараттық, сондай бір идеологический ма, қалай айтсам екен, сондай бір саясат болған. Жалпы Америка мен Совет үкіметі аралары өте жаман болды Совет заманында. Міне осындай сол кезде сондай жаңағы ақпараттар болатын. Енді мынау боевиктер біздің жаңағы тұрған жерде орманның арасында, зеленканың арасында Южный Бағланда 700-ге жуық боевиктер болды. Солардың айлығы $240 алады ай сайын. Ол ақша қайдан келеді? 700 адамға $240 ай сайын. Олар ешқандай мекеме емес, айлық табатын бір кәсіп емес, бір бизнесмендер емес, ақша тауып жатқан. Олар тек соғысады болды. Еще олардың қару жарақтары бар, қаншама шетелден қару келеді, ракеталар келеді, американский, қолдарында небір ракеталар бар. Птур деген самолетті қағып түсіретін, Стингер деген самолетті қағып түсіретін американдық ракеталар болды. Птур деген неше түрлі американдық жаңағы ракеталар болды. Әртүрлі английский, итальянский миналар болды. Қытайдан да неше түрлі қарулар келді. Олар оның барлығын кім әкеп беріп жатыр? Тегінге. Оны ойласаң, қаншама сондай бір Совет үкіметі мен жаңа Американың арасындағы сондай бір сол замандағы саяси қақтығыстың кесірі сондай бірдеңе деп түсінуге болады. Яғни шетелден оларды біреулер қаржыландырып отыр және үлкен қару әкеп беріп отыр. Әйтпесе, анау бір адам айтқан ғой, соғысты тоқтату үшін ақша бермеш, любой соғыс тоқтайды деп. Егер ана боевиктерге ай сайын $240 төлемесе, бәрі тарап кетіп қалады. Ешкім соғыспайды. Оларды соғысып өзіне ұстап тұру үшін олар шақырады, бізге келіңдер, бізбен соғысыңдар. Ол сұрайды, қанша ақша төлейсің деп, айлық қанша төлейсің деп, $240 төлейміз дейді. Ой, жақсы барам дейді. Өйткені әскер, өзі әскер, ауған әскері $200 алады айлық. Амналар, боевиктер $240 төлейді. Асырып төлейді. Міне осындай саяси заман болды сол кезде. Енді мына қызыл әскер жөнінде айтайын. Қазір бәріміз тарихты қазып жатырмыз. Қызыл әскерді, Совет әскерін жамандап жатырмыз. Тарихты ашу керек. Қандай зорлық көрсеткенін біздің қазақ еліне жаңағы 19-20 жылдан бері қызыл әскер, оның алдында аға әскер болды, патша әскер болды, онан кейін қызыл әскер болды, бірақ түк өзгерген жоқ. Қазақты жаңағындай репрессия болды, қырды. 54 жылға шейін қазаққа күн көрсеткен жоқ. Әсіресе 30 жылдар аштық болды, онан кейін репрессия басталды, онан кейін 41 жыл соғыс басталған кезде бәрін мобилизациялап соғысқа жіберді, соғысқа бармаған түрмеге қамады. Соғыстан келгеннен кейін соғыстан келгендер тағы түрмеге қамады. Сөйтіп ол 1954 жылға шейін сондай жексұрын заман болды. Жаңа қызыл әскердің саясаты болды. 1953 жылы Сталин өлді. 1954 жылы НКВД жабылып, КГБ болды. Яғни Совет әскерінде реформа басталды. Сөйтіп 1960 жылдан бастап Орта Азия халықтарына документ бере бастады, паспорт. Сөйтіп олардың бәрін әскерге шақыра бастады да, ол қызыл әскер бұрын орыс әскері болатын. Онан кейін ол орыс әскері емес, интернационалдық әскер болды. Өйткені ол әскерге енді бүкіл ұлт жаңағы қатарында бүкіл ұлт әскерде болды. Қандай Совет Союзде қандай ұлт болды, солардың бәрі әскерде служит етіп, ол интернационалдық әскер болды. Ол жаңағындай қызыл әскер болған жоқ ол кезде. То есть қызыл әскер емес, орыс әскер емес, уже интернационалдық әскер болды. Сөйтіп 70-80 жылы нағыз коммунизм кезі болды. Брежнев деген бәрімен сүйісіп, бәрін жақсы көріп, болды. Бірін-бірімізді атуды, қинауды қояйық, дос болайық, пролетарий всех стран объединяйтесь, за братство народа деген сияқты сондай лозунгтар арқылы шовинистік бұрынғы империяның, орыстың саясаты ұйықтап қалды. Бәрі коммунизм көшіп кетті. 70-80 жылдар коммунизм болды. Сөйтіп, бұрынғы 30-40 жылғы болған қызыл әскер, ондай бұл әскер болған жоқ бізде. Бізде интернационалдық әскер болды. Біздің коммунистік бүкіл не өзгеріп кетті. Реформа барлығы. Барлығы соғыс бәрін ұмытып, сондай бір жайбарақат бір заман болды. Бәрі сондай бір честный болатын, коммунист болып, коррупция деген жоқ, ұрлық жоқ, сондай бір басқаша бір заман болды енді. Жақсы да бар, жаманы да бар ішінде. 1970 жылдары Америка Вьетнамға
соғыс ашып Вьетнам халқын қырып тастаған жоқ па? Сол кезде кім көмектесті? Совет үкіметі көмектесті. Ауғанстанның жеріне сосын тағы да сондай жасаймыз деп еді Америка, Совет Союз кіріп барды. Жоқ, кіргізбейміз дегендей. Ракета қойдырмаймыз ол жерге дегендей қылып. Бұның бәрі сондай саясат болды ол кезде. Вьетнамды неге қырып тастады Америка? Неге Американы жамандамайсыңдар? Не үшін соғыстыңдар Вьетнамға барып деп? Ауғанстан жеріне жаңағы Совет әскері кеткеннен кейін бірден Америка әскері келіп кіріп алды. Совет әскері Ауғанстан жерінде 9 жыл 2 ай тұрса, Америка әскері 20 жыл тұрды. Неге айтпайсыңдар? Америка нағып тұрдыңдар ол жерде. Неге қырдыңдар деп? Міне, саясат деген қайда жатыр? Тек қана бір жағын көруге болмайды, тек бір жақты болуға болмайды. Жан жақты бәрін ашып қарау керек, жан жақты. Мына жерде комментарияда кейбіреулер жазып жатыр. Совет әскері ол жаңағы орыстар, империя, российский империялық жаңағы көзқараспен Ауғанстанды басып алмақ болды деп. Жоқ, олай болған жоқ. Империялық көзқарас сол Сталин өлгенше болды деуге болады. 70-80 жылдары империялық көзқарас деген болған жоқ. Империялық көзқарас Ресейдің мынау 90 жылдың ортасынан бастап қайтадан ояна басталды. Мынау 80-90 жылдары коммунизм кезі болды. Ол кезде империя болған жоқ. Империя мынау коммунистік идеология, жаңағы братство, анау-мынау деген сөздермен империя ұйықтап қалды. Егер империя ұйықтамағанда 80 жылдары, 80 жылдың аяғы 91 жылдың басында Ресей 15 мемлекетке тегін егемендік бермейтін еді. Жай ғана тегін бара беріңдер деп босатып жібермейтін еді. Қазір неге Украинамен соғысып жатыр? 300 жыл соғысып жинаған 15 мемлекетті еркіне жібере салып, олар локти кусайды. Біз не істеп қойдық деп? Не істеп қойдық? Ел сен, Горбачев, сендер не істеп қойдыңдар деп олар жаңағындай сондай шоковый состояние. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан 80 жылы жаңағы Ауғанстан жеріне Совет әскері кірген кезде ол империялық жаңағы саясатпен кірген жоқ. Басып алып, ол жерді орыстандыру деген ондай болған жоқ. Ол 70 жылдары Вьетнамға көмектесті, 80 жылдары Ауғанстанға көмектесу керек, братские республики, бір жағын саясат, неше түрлі жаңа Америкамен қарсыласу деген сияқты сондай саясатпен ғана кірді. Ал империялық саясат Совет үкіметі жаңағы тура сол 70-80 жылдар болған жоқ. Ұйықтап қалған еді. Ол міне қазір оянып жатыр, империялық жаңағы өздерінің саясаттары. Біз орыспыз, великий народ деген міне енді оянып жатыр. Қайтадан империяны жаңағыдай қайтармақшы, сондай бір жоспарлары бар. Ауғаннан келген кейін де көп қиналдық, жаңағы осы өмірдің өзінде үйрене алмай, адамдар түсіне алмай, адам жаңағы соғыстан келген кезде біраз қиындықтар болды. Барлығы өтті, уақыт бәрін емдейді. Енді мен ойлаймын, біздің ауған ардагерлері барлығы жақсы өмір сүруге, құрметке лайық деп ойлаймын, барлығы. Ол үшін үкімет жақсы льгот беру керек. Қазір пенсияның өзін қара. Біз Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне тең келгенбіз, пенсиямыз 76 мың теңге. Депутаттарың миллион алады, әкімдерің 2 миллион алады. Қазір тағы 100%-тен көтереді деп жатыр. Сонда олар миллион оларға жетпейді екен, 2 есе көтеру керек екен, бізге 76 мың жетеді екен мүгедектерге. Қалай ол? Әділдік қой ол. Елге қайтарда Ауғанстан президенті баршамызды от благодарного афганского народа деген медальмен марапаттады.